Ассалаумағалейкум, бауырлар, ағайындар, қазақ елім. Мына қазіргі уақытта болып жатқан елімізде жағдай өте өкінішті болып жатыр. Мынау бейбітшілік митингке шығамыз деп алып, соның артынан тығылып, халқымыздың тыныштығын құртып жатқан қазақ қарындас қыздарымызды, қазақ жігіт бауырларымызды ұрып, зорлық, зомбылық жасап жатқан, өлтіріп жатқан адамдар, олар нағыз қазақ еліміздің жаулары. Қарапайым өзім секілді жұмыскерлер адамдарын таза еңбек етіп, ақша тауып отқан, өздерінің бала шағасын, су нанын тауып асырап отқан адамдардың қарындастарымыз бар, әпкелеріміз бар, аналарымыз бар, әкелеріміз бар секілді. Сол кісілермен жасты кісілердің мекемелерін, жұмыс орындарын тонап, қиратып, ұрлап, сындырып отқан адамдар, олар нағыз қазақ еліміздің жаулары. Алла қаласа, Құдай қаласа, жаманшылық жасаған адам, әрдайым айтамын, жаманшылық жасаған адам, қан төккен адам міндетті түрде түбі тозақ болады, міндетті түрде ол адамдар өз жазаларын алады, міндетті түрде ол адамдар бүгін болмасын ертең ұсталады. Алла қаласа, бұл күннен де мықты болып шығамыз. Аллаға шүкір, қазіргі күнде де жайлап бәрі ақырындап басылып жатыр. Тағы да 1-2 күн бәрі жақсалады, бәрі дұрысталады. Мына жаманшылық істеген адамдардың бәрі міндетті түрде ұсталынады, ең бірінші жазаларын Алла береді, міндетті түрде мың есе алдарына жаман болып келеді, күнәлар ауыр болып. Екіншіден, ол кісілер ұсталынады. Мына қазіргі жастарға айтарым, сол жаман адамдардың, жаман жолда жүрген адамдардың ақылдарына, сөздеріне сеніп қалып, сол жаман жолға түсіп қалмаңдар. Алла қаласа, біздің қазақ еліміздің болашағы өте жарқын. Осы жаманшылықтың бәрін жасап жатқан адамдар біздің нағыз қазақ елімізді артқа қарай шұңқырға итеріп жатқан, бізді көре алмайтын дұшпандар, нағыз шайтандар олар. Нағыз қазақ еліміздің жаулары. Аллаға шүкір, қазақ елімізде не көп? Мықты жігіттер көп, мықты ағаларымыз көп. Біз қазақ елі, киелі халықпыз. Қазақ батырлы, ата-бабаларымыздың батырлар болған, сол батырдың, солардың жолдарын жалғастырып жатқан қазіргі уақыттың, қазіргі заманның батырлары ол біз. Біз бен сіз. Жалпы айтайын деген не бір мықты спортшы жігіттер бар, өзім секілді бапкер спортшылар бар, мықты ағаларымыз бар, не бір мықты жігіттер бар. Осы елімізде отқан жағдайда, егер де көріп қалсақ, осындай зорлық, зомбылыққа, жаманшылық жасап отқан, қазақ жігіттерін ұрып соғып отқан, өлтіріп отқан, осындай жаман нәрселерді қиратып, сындырып, мекемелерді, осындай жаман нәрселерді көріп отсақ, қайта сондайдың болмауына, әлде қайда үлесімізді қосып, сондайдың болмауына күш қуатымызды салайық, ат салсайық. Қазақ еліміздің жарқырауы, қазақ еліміздің мықты болуы, ол сізбен біздің қолымызда. Аллаға шүкір, ертеңгі күні жақсы күндеріміз оралады, ол жақсы күндер одан да жақсы болады, одан да мықты боламыз, Аллаға шүкір. Тағы да айтып жатырмын ғой, 1-2 күн, 2-3 күн бәрі дұрысталады, бәрі орнына келеді. Бүкіл қазақ елімді, қазақ бауырларымды сабырлыққа келуге шақырамын. Бұл ешқандай бейбітшілік митинг емес. Бұл ешқандай митингке ұрып, соғу, қирату, сындыру деген сияқты бұл ешқандай митингке кіретін, құлаққа кіретін әңгіме емес, көзге көрінетін нәрсе емес, ауызбен айтылатын нәрсе емес. Бұл үлкен жаман нәрсе, бұл үлкен қателік. Сондықтан бұл қателіктің жасамауына тырысайық. Жақсы күндеріміз бұйырса оралады, тағы да айтамын. Міндетті түрде Алла қаласа барша қазақ елім бауырларымды, қазақ қыздарды, қазақ халқымды сабырға келуге шақырамын. Құдай қаласа, Алла қаласа бәрі орнына келеді. Айтайын дегенім сол.